Құрметті әріптестер, білім класс платформасындағы өзгешелікті бір қарап өтейік. Ол үшін білім класс батырмасына кіреміз, журнал деген батырманы басамыз. Мына жерде сабағыңыз, кестеге сәйкес сабақтарыңыздың дүниесі шығады. Осы жердегі математика пәніне кіремін. Енді қарасаңыздар, жасыл белгі пайда болған бізде. Алдында бұндай жасыл белгі жоқ еді. Енді осы жасыл белгіні қалай қою керекпіз? Мен алдында оқушыларыма баға қойып қойғандықтан, бұл жерде менде сабақ өту батырмасы плюс батырма қойылмаған, яғни жасылға айналмаған. Бұны жасылға айландыру үшін сабақ өту деген батырманы басып, журнал деген батырмаға кіремін. Осы жерде сабақ өту батырмасын басып, я деп жауап берем. Енді менде 8 күнгі сабағым жасыл түске боялады. Ол деген сөз, сіз сабақ өткізілді деген мағынаны білдіреді, құрметті ұстаздар. Осы батырма бізде пайда болған. Осы өзгешелікті бір қарап өтіңіздер. Мына 8 күні менде плюс болды. Екінші менде 9 күнгі, одан кейін 12 күнгі сабақтарымды осы жасылға айландырып аламыз. Баға қойғанмын, бірақ менде сабақ өткізілмеген. Осы дүниеге мән береміз. Одан кейін, құрметті әріптестер, білім кластағы біздің КТЖ жазып жатырмыз ғой. Сол КТЖ жазған кезде тағы бір бөлім қосылған, яғни сағат саны деген дүние. Енді қараймыз. Мына жерде біз осылай бізге жоспарланған сабақ күндері кесте бойынша түзілген, тақырыптар саны жазылған, тақырыптар жазылған, қарапайым сабақ деп белгіленген, тақырыптар саны деген дүние қосылған бізге. Бұл жерде бір тақырып бізге математикадан 5 сағатқа берілуі мүмкін, немесе 3 сағатқа берілуі мүмкін. Сол санды 2, 3 деп мына жерден өзгерте бересіздер. Енді құру батырмасы жайлы айтқанмын. Сіз кітаптан беретін болсаңыз, оқулықтағы номеріңізді жазып қойыңыз. Білімленттен беретін болсаңыз, тақырыбыңызды білімленттің тақырыбына сәйкес тақырып бересіз. Болды, осы дүние ғана өзгеріс болып жатыр. Бірақ кестеде өзгешелік болып жатса, мына жерде біздің тақырыптарымыз өшіп кетеді. Сол үшін тақырыпты қайта жазуымыз қажет. Мына жерде менде тақырыптарым өшіп кеткен. Мен бұл тақырыптарды қайта жазуым қажет.